Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Адам өмірінде ең маңыздысы байлық та, атақ та емес, жүректегі тыныштық пен жанның тазалығы. Себебі сыртқы дүниенің бәрі бір күні жоғалуы мүмкін, ал ішкі әлемнің байлығы сені әрдайым алға жетелейді. Кей адамға ең үлкен сабақ қиындық арқылы келеді. Жеңіл өмір адамды өсірмейді, ал сынақтар мінезді шыңдап, нағыз күшіңді танытады. Әрбір басталған іс бірден нәтиже бермейді. Сабыр етіп, еңбек еткен адамға ғана уақыт өте өз жемісін көреді. Ең бастысы тоқтап қалмау. Адамның бақыты оның қолындағы барды бағалай білуінде. Көп нәрсеге жеткен сайын емес, барға шүкір еткен сайын жүрек тыныштық табады. Өмірде бәрі уақытша, қиындық та, қуаныш та. Сондықтан қиын сәтте үмітіңді үзбе, ал бақытты кезде тәкаппарланба. Адамның шынайы байлығы оның білімі мен тәрбиесінде. Ақша жоғалуы мүмкін, бірақ білім ешқашан сенен алыстамайды. Көп адам мүмкіндікті күтеді, ал табысты адамдар сол мүмкіндікті өздері жасайды. Әрекетсіз арман тек қиял болып қалады. Кейде үндемеу ең дұрыс жауап, себебі әр сөз дәлел емес, ал тыныштық кейде бәрінен де көп нәрсені айтады. Адам өзгелерді емес, ең алдымен өзін жеңгенде ғана нағыз биікке жетеді. Себебі ең үлкен күрес өзіңмен болатын күрес. Жақсылық жасаудан ешқашан жалықпа. Себебі біреуге жасаған кішкентай жақсылығың бір күні өзіңе үлкен болып қайтады. Ақша мақсат емес, құрал. Оны дұрыс пайдаланған адам өмірін жақсартады, ал оған табынған адам өз өмірінің құлына айналады. Ақша көп болған сайын бақыт көбейеді деген қате түсінік. Нағыз бақыт ақшаның санында емес, оны қалай және қайда жұмсай білуде. Байлық тек әмияндағы ақша емес, ол сенің ойлау қабілетің, тәртібің және еңбекке деген көзқарасың. Ақша осы қасиеттердің нәтижесі ғана. Ақша табу қиын емес, оны ұстап қалу қиын. Көп адам табады, бірақ басқаруды білмеген соң қайтадан жоғалтады. Ақша сенің кім екеніңді өзгертпейді, тек шынайы болмысыңды күшейтеді. Егер сен жомарт болсаң, одан сайын жомарт боласың, ал сараң болсаң, одан сайын сараңданасың. Ақша уақытты сатып алады, бірақ өткенді қайтара алмайды. Сондықтан табыс табамын деп өмірдің маңызды сәттерін өткізіп алма. Қаржылық еркіндік көп ақшада емес, өз қажеттіліктеріңді басқара білуде. Азға қанағат еткен адам ең бай адам. Құрметті оқырман, арнаға тіркеліп алыңыз. Қазақша контентті қолдайық.